Ағаділ Суханбаев 1920 жылы Жамбыл облысы Свердлов ауданында дүниеге келіп, 1944 жылы Польшада қаза тапқан. 1941 жылы армия қатарына алынды. 174 Борисовск қызыл тулы атқыштар дивизиясының 628 Гроненс қызыл тулы полкіндегі 1 батальон құрамында болды. Белоруссияны, Литваны, Польшаны азат ету үшін болған шайқастарға қатысты. Стрельца-Визна деп аталатын поляк деревнясы үшін болған ұрыста аңыздағы Александр Матросовтың өшпес ерлігін қайталады. Ол шешуші сәтте жауынгерлердің алға жылжуына кедергі жасап жатқан жау пулеметіне кеудесін тосып, оқ нөсерін тоқтатқан. Сол сәтте ерлігімен есімі тұтас майданға демде таралып, ұран болып жауынгерлерді шабуылға көтерген. Кейін денесі қазылып алынып, Польшадан Литваның көрікті қаласына келініп, үлкен әскери салт жоралғымен жерленген. Байзақ ауданында оның атымен селолық округ аталады. Саргемер ауылында, Таразда, Алматыда, Беларусь Республикасының Гродно қаласында оның атындағы көшелер бар. Сондай-ақ 2005 жылы Тараз қаласында оның ерлік жасап тұрған сәті бейнеленген ескерткіш орнатылды.